аясында Агротехкап жобалар кеңсесі бойынша формалды емес білім беру бағдарламасы жүзеге асырылуда. Соның ішінде біздер жаңағы семинар өткіздік. Етті ірі қара шаруашылығындағы асылдандыру жұмыстарын ұйымдастыру жөнінде. Оның ішіне жаңа формалды емес білім беру арқылы білім алу үшін қатыса алатын ауыл шаруашылығы кәсіпорындар, соның ішінде шаруа қожалықтары, студенттер, магистранттар, докторанттар толық қатысты. Семинардың практикалық сабағы Айсу шаруа қожалығында жүргізілді. Ұрпағы бойынша сапасын бағалау бағдарламасы бойынша тоже білім беру, формалды емес білім беру бағытында жүргізілді. Тағы да қосымша өткен аптада 4 вебинар өткізілді. Онда формалды емес білім бағдарлама беру бойынша жаңағы 4 тақырыпқа өткізілді. Біріншісі жаңағы етті ірі қара шаруашылығындағы банкировканы ұйымдастыру жұмыстарын жүргізу. Екінші вебинар ол етті ірі қара бұқашықтарын ұрпағы бойынша сапасын бағалау жұмыстарын жүргізу. Үшінші тақырыпта ол азықтандыру жұмыстарын ұйымдастыру ірі қара шаруашылығындағы. И төртінші вебинар жаңағы бордақылау технологияласын ұйымдастыру жөнінде жаңағы жүргізілді. Біздің кафедрамен қосымша жүргізілетін формалды емес білім беру арқылы қой шаруашылығында жүргізіледі, ара шаруашылығында бағытында жүргізіледі және балық шаруашылығы бағытында жүргізілетін жұмыстар ұйымдастырылуда.